алашты қорлығына бермейміз. Ар сатып, ұлық болып, елді жеу өнер емес. Ахмет Байтұрсынұлы. Біз 31 мамыр күні саяси қуғын-сүргін құрбандарын және ашаршылық құрбандарын еске аламыз. Халқымыз бұрынғы осы алаштықтардың, одан кейінгі аштық кезінде қайтыс болған өзіміздің бауырларымыздың бәрін еске алып, оларға аза тұтуда. Сондықтан бұл біздің болашағымыз болу үшін әр халыққа тән нәрсе. Әр халық осы қайғылы күнді есіне алып, ол алаш азаматтарын естеріне алу керек әрқашанда. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Әлихан Бөкейханов. Заң әдет ғұрыпқа қайшы келсе, үлкен аяққа тар ет кигенмен бірдей. Мыржақып Дулатов. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Абай Құнанбай ұлы. Ашаршылық құрбандарын еске алайық. Тіл адамға ғана тән аса құдіретті құрал. Сондықтан тілді қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын ұғынып, дұрыс түсініп, дұрыс пайдалана білудің мәні өте зор. Мұстафа Шоқай. Тіл болмаса, ұлт та болмайды. Яғни ол ұлт бүтіндей өлген, жоғалған деп есептелінеді. 31 мамыр саяси қуғын-сүргіндер және ашаршылықтар құрбандарын еске алу күні. Осы қасиетті күні біздер 31 мамыр комитетінің атынан барлығымыз құрбан болған ата-бабаларымыздың әруағына тағзым етіп, бір құран бағыштауға ниеттіміз. Сан ғасырлар бойы ата-бабаларымыз арман еткен тәуелсіздіктің жолында құрбан болған алаш ордалықтармен бірге аты тарих беттерінде ескерусіз қалған ата-бабаларымыздың әруақтарына тағзым ету біздің парызымыз.